Ақыл есі дұрыс емес ақымақ адамдарға $1 миллион беру әрине дұрыс емес. Бірақ сәттілігіне байланысты оны жеңіп алып текке құртқандар да болады. Сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Бүгін біз сіздерге тарихтағы ақымақ лотерея жеңімпаздары жайлы айтатын боламыз. Ендеше кеттік. Эвелин Адамс. Лотереядан көп ақша ұтып алсаң, әрине оны өте көп тиімді нәрселерге жұмсауға болады. Бірақ азарт құмар ойындар оның тізіміне кірмейді. Эвелин Адамс 1985 және 1986 жылдары лотереядан бірнеше рет ұтқан азық-түлік сатушысы болды. Ол жалпы $5 миллион ұтып алған еді. Ол апта сайын лотерея билеттеріне $100 жұмсап, 4 аптаның ішінде миллиондаған ақша алды. Бірақ бұл сіздің жеңу мүмкіндігіңізді арттырады деп ойламаңыз. Шындығына келсек, оның мүмкіндігі өте аз болған еді. Өте бақытты ол бір жылда $218 мың алды. Барлық ақшаны бірден жұмсай алмағаны оның қателік жіберуіне кепілдік болмады. Эвелин туыстары мен достарына көп ақша берді. Тағы да басқа мәліметтер бойынша үлкен соманы тағы да жоғалтты. Содан кейін ол үлкен ақшаларға азарт ойнайтын уақыт келді деп шешті. Ол Атлантик Ситидегі ең мықты казиноға баруды бастады. Ол жиі барған соң иелері оны құшақ жая қарсы алды. Ол сосын ақшаны өзі үшін емес, бос нәрсеге, казинода барлық дерлік ақшасын жоғалтты. Ал ақша казино иелерінің қалтасына аударылды. Вегаста олар айтқандай, казино әрқашан жеңеді дейді. Джанет Ли. 52 жас өмірінде Джанет Ли күтпеген жерден өзгеріп кетеді. 1993 жылы ол $18 миллион ақшаны ұтып алады. Ол шаш салонына жұмыстан шығады. Сосын Сент-Луистегі $1 миллион тұратын зәулім үй сатып алады. Және сөйтіп ақшаны шашудың үлкен сомалары басталады. Политиктерге қолдау көрсетеді және қайырымдылық кешінде Билл Клинтонмен бір үстелде отырады. Оңтүстік Кореядан қарапайым эмигрант болды және ол сән салтанатты жақсы көретін еді. Сонда ол жыл сайын $620 мың астам қаражатын құртып жіберетін. Өзінің өмір салтын қолдау үшін автокөлік жалдап, миллиондаған несие алып, қаржылық жағдайын жасырды. Джанет Ли 8 жылдан кейін банкрот болды және $2,5 миллион қарыз болды. Сонымен сабақ алатынымыз, егер сіздің ақшаңыз $18 миллион асса, сізде үлкен мәселе бар. Деннис Росси. 1996 жылы Деннис Росси Калифорниялық лотереяны ұтып алады. Ол бұл туралы күйеуіне айтпады және ұтысты Таняда сақтады. Содан кейін ол тезірек ажырасуға тырысты. Деннистің бақытсыздығына орай күйеуі жеңіс туралы білді. Ал сот оның мүлкінің бір бөлігін және өте маңыздысын жасырды деп шешті. Деннис лотереяны ажырасу кезінде білсе, көмектесетін және үнемдей алатын адвокатына да айтқан жоқ. Нәтижесінде судья заңға сәйкес күйеуі $1,3 миллион жасырын сыйлықты алуы тиіс деген қорытындыға келді. Америка Лопес. 2009 жылы Нью-Джерси құрылыс компаниясының жұмысшылар тобы Америка Лопесті лотерея билетін сатып алуға жіберді. Американы бұл жағдай таң қалдырды. Ол және оның әріптестері бақытты болатын еді. Дәл бақ жанып тұр еді. Бірақ қандай да бір себептермен ол $138 миллион 5-ке бөлуге болмайды деп шешті. Сондықтан ол 30 билетін өзі сатып алғанын мәлімдеді. Әрине, сосын әріптестері Американы сотқа берді. Сосын соңында сот оны әрқайсысына $2 миллион төлеуге мәжбүр етті. Ақмақтық енді Американың ақшаны қалтасына басуға тырысқан емес, өйткені оның жоспары орындалды. Ол салық төлеуге $14 миллион алды. Нағыз ақмақтық біреу оның өтірігіне сенетіндей шешім шығарғаны. Ойласақ, егер сізде $14 миллион болса, ол жағы маңызды емес. Батпост. Батпост $40 сақинаны кепілге қойды. Бұл ақшаға ол лотерея билеттерін сатып алды. Бұл ең жақсы инвестиция болып шықты. Өйткені ол $16 миллион 200 мың ұтып алды. Бірақ Баттың қызы 3-тен 1-ін алып, сотта оған билеттерді сатып алғанын жариялаған кезде бәрі дұрыс болмады. Баттың ағасы да ақшаға құмар болып, жендеттерді жалдауға тырысты. Бірақ Баттың бақытымен бұл нәтиже бермеді. Бір үстелдің басында жаңа жыл қарсаңында бір түрлі көрінді бәлкім. Осыдан кейін Бат үй, автокөлік, ұшақ, яхта сатып ала бастады. Осы жағдайлар оның әмиянына да қатты әсер етті. Бұл жағдай адвокаттар үшін тұрақты шығындарға байланысты еді. Себебі Баттың жағымсыз бір әдеті бар еді. Ол өзіне ақша үшін келген адамдарға мылтықпен оқ ататын. Сонымен қатар 6 әйелге арналған алимент құны қартайған шағында Батқа тиісті болуына әкелді. Осыншама жайттардан кейін Баттың қарызы $1 миллион асты.
Алекс Тод 13 миллион доллар әкелетін лотерея билеттерін сатып алғанда, оның қалтасында 25 доллар ғана қалған еді. Оның отбасылық әйелі және бұрынғы некеден 6 баласы болды. Сондықтан 25 долларды көпке созуға тура келді. Жеңісті алған Алекстің отбасы Лас-Вегастағы қонақ үйде 3 ай тұрамыз деп шешті. Онда бір түн $1000 тұрады. Олар казино мен мейрамханаларға барды және барлық шоуларға қатысты. Бірақ соңында олар Вегастағы өмірден шаршады. Олар Флоридадан үлкен тіркеме үй сатып алып, сонда қоныстанды. Бірақ драма енді ғана басталды. Рода оның отбасында тұратын итті өлтірді деп айыптап, ақша берілмегендіктен көлікті өртеп жіберді. Вегасқа сапардан соң көп ұзамай Тод банкротқа ұшырады. Бұған қоса олар салық пен алаяқтық жасады деп айыпталды. Олар ұтып алған ақшаға салық төлемеу үшін жалған шығын жасады. Кейінгі жылдарда олардың құлдырауы тағы да жалғасты. Алекс бірнеше рет есірткі саудасымен айналысып, жалған құжат жасағаны үшін қамауға алынды. Ақырында оларда аз ғана ақша қалады. Сондықтан отбасы Рода ұлымен бірге көшуге мәжбүр болды. Ол итті өлтірді деп айыптады. Осындай қолайсыз жайсыздықтардан Алекс көп ұзамай қайтыс болды. Ал оның 25 доллары да қалған жоқ. Аманда Клейтон 2011 жылы $1 миллион лотереяны ұтып алды. Басқа жеңімпаздармен салыстырғанда сәл төмендеу болуы мүмкін. Бірақ жұмыссыз жалғызбасты ана үшін $1 миллион өте көп. Расында $1 миллион ұтып алғандар үкіметтен көмек жәрдемақы ала алмайтын еді. Аманда соны білсе де ай сайын үкіметтен $200 алуды жалғастырады. Журналистер бұл туралы одан сұрағанда, ол: "Мен әлі жұмыссызбын, менің 2 үйім бар, төлемдерімді төлеуім керек, жәрдемақы алуға құқым бар" дейді. Әрине, жәрдемақыға шынымен мұқтаж болған көршілер онымен келіспей шағымдана бастады. Ақырында Аманда тұтқындалып, алаяқтық бабы бойынша айыпталды. Ұтысты ұтқаннан кейін 1 жыл өткен соң ол дозаланудан қайтыс болады. Бұнымен ұқыпсыздық пен ашкөздік қауіпті нәрсе екенін көрсетеді. Дэвид Ли Эдвардс Егер сіз лотереяны ұтып алған болсаңыз, онда ұтыстың бір бөлігін өз мүдделеріңізге жұмсайсыз. Бірақ Дэвид Ли Эдвардстың тарихына сүйенсек, оның орта ғасырлық қару-жараққа қызығушылығы оған бақытсыздық әкеледі. 2001 жылы өмірінің 1/3 түрмеде өткізген Кентукки тұрғыны $27 миллион ұтып алды. Дэвидтің бірінші қателігі оның барлық ұтысты бірден алуы. Бұлай істегені оған дұрыс болмады. Себебі бұлай ақша әлдеқайда тез жұмсалатын. Дэвид бірден 2 үй сатып алды. Оның бірі $1,600,000, екіншісін $600,000 алған. Бірақ сонда да ол бұнымен тоқтаған жоқ. Керісінше, мықты деген көліктер мен жекеменшік ұшақ пен $35 мың гольф көлігіне дейін сатып алды. Гольф машинасынан басқа мұндай заттарды байлардың барлық дерлігі сатып алатын. Дэвид атқандай, ол ортағасырлық қаруларды жақсы көретіндіктен, ол 200 антикварлық қылыш пен қару-жарақ коллекциясына көп ақша жұмсады. Бірақ ежелгі өткір болат қылыштар Дэвидті басқа нәрселерден құтқара алмады. Оның әмиянына және денсаулығына тиген қатер ол есірткі болатын. Ұтысты жеңгеннен кейін 5 жылдан соң бірден кедей болып қоймада тұратын халге жетеді. Көп ұзамай ол керемет өмірді уәде еткен қызына ештеңе қалдыра алмай қайтыс болды. Сондықтан сіз ұтыстан ұтып, жаман өмірді қаламасаңыз, қылыш, саймандар мен шприцтерден өте аулақ болыңыз. Мартин Тод Ағылшын адамы Мартин 2000 жылы лотерея билеттерін сатып алды. Бірақ ол сосын оны ұмытып кетеді. Бірнеше айдан кейін лотереяны теледидардан көргеннен кейін ғана есіне түседі. Лотерея ұйымдастырушылар бірнеше апта бұрын берілген билет иесімен байланысқа шықты. Мартин өзінің билеті екенін түсінді, бірақ оны еш жерден таба алмады. Билет сатып алған дүкенді сатып алу күні мен уақытын есіне алды, бірақ билет болса бір жерде жоғалып кетті. Ол лотерея ұйымымен хабарласқанда өзінің сәтсіздікке тап болғанын түсінді. Мартин 30 күн ішінде билет жоғалу туралы есеп бермегендіктен ол ештеңе де алмады. Ақыр соңында оның жүйке жүйесі мен тұрмыстық жағдайына қатты кесірін тигізді. Мартин билет үшін өзінің өте ақымақ екенін сезінді десек болады. Майкл Кэрролл 19 жастағы ағылшын қоқыс жинаушысы Майкл Кэрролл 2002 жылы $15,8 миллион ұтып алды. Көп ұзамай ол қоқыс таситын көлікті қымбат көліктерге ауыстырды. Әрине, ол көліктерді жаңадан сатып алған зәулім үйіне жинады. Бірақ Майкл жағымсыз агрессияға бейімеді. Ал жасөспірім кезде ол өтіп бара жатқан адамдарға тас лақтырып түрлі бұзықтықтармен белгілі еді.
Қиратуға деген құмарлығы соншалықты, ол өзінің үйіне арнайы орын салдырды және жаңадан алған көліктерін пытырлатып тұрып шетінен қирата берді. Сонымен қатар сарайдың өзінде қиратты. Сонымен қоса $3000 колумбия ұнтағын есірткісін күн сайын тұтына бастады. Оның жабайы саяхаты мен той-томалағына байланысты жергілікті полиция Майкл Кэрролдың көршілеріне сақтау үшін жеке сенім телефондарын құрды. Бұл байлық пен алтынды, есірткі мен спортты жақсы көретін адам көп ұзамай кедейленіп, қоқыс жинайтын жұмысына қайта оралды. Бірақ ол сөзсіз мүмкіндігінше қуып, көңіл көтеріп қалды. Кіші Эндрю Джексон Уиттакер. Есімінің жартысы бұрынғы президент Эндрю Джексонның есіміне ұқсас болғанымен президенттік даналығымен ерекшеленбеді. Батыс Вирджиния тұрғыны 2002 жылы $314 миллион ұтып алды. Бірақ оның ұтқан ақшасын қолында өзінде ұстайтын бір түрлі әдеті болды. Соның салдарынан көлікте сақталып тұрған $545 мың ұрланған. Басқалары қойманы оңай ұрлады. Бірақ оның одан да үлкен бір шығындары басқа бір таныс жерде, яғни сол казинода болды. Ол казинода мәселеге тап болғанын соншалық, казино оны $1,5 миллион төлемегені үшін қарызға батырды. Сонымен қатар құмар ойындар мен ақшасын төлемеген сот процестері және көп мөлшердегі тұрақты қайырымдылықтар оның байлығына нүкте қойды. 4 жылда $314 миллион желге фық етіп ұшып кетті. Бірақ ковбой шляпасы өзінде қалды. Калли Роджерс. Лотереяны ұтып алуға психикалық дайын болу қиын. Әсіресе сен 16 жаста болсаң. Бірақтан 2003 жылы $3 миллион ұтып алған Калли Роджерс оны ақылмен жұмсауға уәде берді. Келесі жылдары ол 4 үй, бірнеше көлік сатып алып, денесіне пластикалық ота жасатады. Ол барлық таныс дос жігіттеріне сыйлық ретінде автокөлік сатып алды. Басқа құмар адамдар сияқты Калли да құмар болды десек те болады. Яғни ұнтаққа, есірткіге. Бірақ оныңқы қымбат емес болса да, ақылға қонымды шешім жасауға көмектеспеді. Сосын ол байлығының бәрін құртып жібереді. Сосын ол балаларын асырау үшін тазалаушы болып жұмыс жасауға мәжбүр болады. Калли қазір өмірінде бірінші рет өзіне не қажет екенін сезінетінін айтады. Мүмкін рас шығар. Ал миллиондаған ақшаларды басқа нәрселерге жұмсағанда, менімше әлде қайда тиімді болар еді. Ал сіз лотереядан қомақты сомада ақша ұтып алсаңыз, неге жұмсайтын едіңіз? Өз ойларыңызды пікір алаңға жазып қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube-тың қызығын бөліскенше достар.